Менің ойыма бүгін ортамызда 80-нің сеңгірінен сөйлеп отырған Тасқара ақсақалдың бір әңгімесі оралып отыр. Ол осы киелі топырақта бір мезгілде ғұмыр кешкен қасиет иесі жандар туралы еді. Бірде Мінгісі баласы әруақты сынықшы бітімнен замандастары осы адайда қасиеті өзіңнен ілгері адам бар ма деп сұрайды. Сонда Бітекең былай десе керек: бір күні ауылда түйе қараған 15-16 жастағы бозбала жүрген, оған бәлендей мән бермедім. Сүйегін сырқырап белгі беріп, сынықтың хабарын күтіп отырдым. Шынында ұзамай хабаршы жетті. Бәлен мырза аттан жығылып мертігіпті. Бардым. Мертіккен жан бабаурап жатыр. Бісміллә деп сынықты енді ұстай бергенім сол еді. Қашан келіп үлгергенім білмеймін. Мана біздің ауылда жоқ қарап жүрген бала босағадан бас сұғып: аға, рұқсат берсеңіз сынықты мен залайын дегені. Рұқсат бердім. Ол тағы қарап тұрмай: аға, көрсетіп салайын ба, көрсетпей салайын ба деп. Мен қапелімде көрсетіп сала бер деп қалыппын. Сол екен, әлгі баланың қойынан бір қарашы бар жылан ыршып түсіп, жылжып келіп қираған жілікті орады да құйрығын аузымен тістеп қатып қалды. Баладан ишара болып еді, орауы тарқатылып, илеңдеп барып қойнына қайта кірді. Зариға болып жатқан мырза жаны жай тауып ұйықтап кетті. Ал әлгі бала алдыма шарта жүгініп отыра қалып бата сұрады. Оған бата бермеске әддім қайсы? Ол Бегей Жылқыбайдың баласы Қыдырша болып шықты. Осы баланы өзімнен ілгері көрдім. Бітім сынықшы әңгімесін ары қарай жебейді. Жазғытұрым арқаға ел көшіп жатқан кез екен. Мұзға тайып жығылған аттың астында қалған байдың мырзасының жілігі шарт-сынып кетіпті. Бай сасат, содан бәлен жерде бектеміс жарып, оразалы баласы балдарын Есебек пен Нұрдың ауыл көшіп кетіп барады деген хабарды естіп ат шаптырады. Бір мәуірттен Есебекте жетеді, аттан түсе ақырып келді дейді жарықтық. Ей, байдың балпаңа, сенің бір шыбығың майысты деп осынша арғын ел жолынан қалып, ұлан ошағымен ұлықырдың астында ошарылып отыра ма? Тұр кәне орнынан деп қамшысымен қираған жіліншіктің үстіне тартып жіберді. Мырза қалай қарып тұрған өзі де білмей қалса керек, артына қарамай атына мініп жүре беріпті дейді. Жарықтықтың қамшысы желім болғаны ғой. Мен осы жарының жанында Құдай тағала айрықша зайыр берген адам деп санаймын. Үшінші, Тоян Жаңай Бернияздың асарын білесіңдер. Ол өте ақылды адам. Бір ағайыны арқадағы әлімнен келін алмаққа асар аттандырады. Қарағатқа кез болса керек, қайтып келе жатқанда ұлықырдың үстінде шайға су алмақ болған жас келін тақырдағы мұзды тебем дегенде Шоңқайметовтің өкшесі мұзға кіріп кетіп, қайып жығылып, шатайырлады. Асар ақылды адам дедім ғой. Әлгі жерде келінді бұтының арасына өткізіп, өзінде өкіл қыз қылып алады. Сөйтіп, балықтың желімімен емдеп жазады. Келін үбірлі-шүбірлі болып, асарды өлелгенше әкедеп өтеді. Міне, осы үш адамды өзімнен ілгері көрем деп әңгімесін аяқтапты бітім жарықтық. Осы жерде бітіммен асар жөнінде тағы бір әңгіме қой құрылады. Өздеріңіз білесіздер, мына теріс жаға бетте Бәйімбет Қыдыршаның атақты байлары Шәріп Досжандар жайлаған. Олар туралы әйгім Нұрым жырау, сонау Көкөлдің бойында Әлімнің байы Оразбайдың ұзатылған қызына берген батасында қызының кеуіп киіп көш алмаған адайды Шәріппенен Досжандай бол деп дәріптейді. Бұл жердегі қызым деп отырғаны алтын. Ал Досжанның ұлы бай есіркеп судияның да дәрпі бір басына жетіп артылады. Басқасын айтпай-ақ, әлегі 6 жылға жеткен аты шулы Аққойы қайып оқиғасына нүкте қойғанын айтсақ та жетер. Сол есіркеп Ақкетік қаласындағы кезекті жиыннан қоныс үдекке қайтып келе жатқан жолда мерті кетті. Жаны көзіне көрініп жатып, я Мінгісі әруағына қалы кілем жапқан нар мен сандықтағы қасқыршықты атадым деп қалады. Жиыннан шығып Бозашыдағы еліне қарай жаласып кеткен Мінгісі бітімге ат шаптырады. Бітекең атбасын бұрғаннан есіркептің жаны жай тауып жүре берсе керек. Бітім сырықты байлап қонағасын жеп аттанар шақта есіркеп кешегі әруаққа атаған қалы кілем жапқан нарды дәукірім сынықшыға жетелетеді де жеме-жемдеп пендешілігі құрғырыстап қасқыршықты бермей қалады. Бітім бір жаласқанда сынық шарт ете түседі. Есіркептің жаны тағы көзіне көрінеді. Енді бітімге қарар бет бар ма? Содан амалсыз ауылы жақын асарға ат шаптырады. Хабаршы келсе, асар ауылды екен, әншейінде алдыген ас екен, бұл жол түйіліп отыр дейді. Мінгісінің әруағын атағанын есіне бермесе мен бармаймын деп қысалғандар. Айран асыр болған хабаршы кері салады. Лажы қалмаған есіркеп қысыла-қысыла қасқыршықты қоржынға салдырып, бітімнің соңынан жібереді. Айыбына тағы бір ат жетектетеді. Қасқыршық бітімнің қолына тигенде есіркептің сынығы да сарт етіп орнына түсіпті дейді. Осы әңгімені бізге жеткізуші көне көздері. Біз маңғыстаулықтар
қасиетті жердің киелі өлкенің адамдарымыз деуге құмармыз. Шектен шығып кететініміз соншалық астатөк жиындарда қолымызға харам су ұстап тұрып та сол әңгімелерді айтып жататынымызға талай куә болғанбыз. Жаратқан иенің айрықша назары түскен жерлердің де, ерлердің де болатыны ақиқат. Алайда кие мен қасиетті күтпесең, оның арты әрекеге, яғни берекетсіздікке әкеледі. Жаңағы аңызға бергісіз әңгімелердің бәрі де сол киені күткен, сол қасиетті сақтаған жандарға ғана хас. Сондықтан ол ақиқи кептердің бүгінгі бізге ертегі болып естілетіні. Дегенмен кие мен қасиет топырағымыздан бір жола көшіп кетсе, біз де тарихтың топанды тозаңында әлдеқашан өшіп кеткен болар еді. Бұзыла қойды деймісің көгөділдің сағасы, жыртыла қойды деймісің көк сауыттың жағасы демекші. Ол кие, ол қасиет ұлтымыздың бойында неке мұқан болса да сақталған. Сақтай алмай тәнтенай болып кеткендер қаншама. Осынау асыл құндылықты сақтап қалған және сонысын халқына қаяусыз жұмсаған аздың бірі бүгінде ортамызда отырған Тасқарақ Сақал. Мынау арай-жүз шарай топта саралап алайық. Тасекең халқына қандай істермен қадірлі. Алдымен ойға келері ол кісі Бекет атаның батасын еншілеген, дұға дарыған жан. Өйткені ол біріншіден Бекеттің батасымен дүниеге келген Байсалалы Мыңғыз әулиенің шөпшегі. Екіншіден 1931 жылғы адай көтерілісінде туғашы болған Мұқан Сұпы Дәулетбай Сұпыұлының Бекет атаның алтын ұрпағы, күйеу баласы. Мұқан Сұпы да дүниеден өтерінде батасын осы күйеу баласына беріп кеткен. Үшіншіден 103-ке келіп бақи қозған әйгілі бітімлі Ақжігіт Сынықшы Мыңғысы немересі. Тасқара Түркменстаннан көшіп келген күні түс көріп атадан аян алып, иесі келді деп бабадан қалған аманат белгіні өз аяғымен желбауырға келіп тапсырған һәм батасын берген. Сонда Тасекең бастауын бір жерден алатын 3 батамен бір аманаттың иесі. Екінші, бұл кісі бабадан дарыған қасиеттің арқасында тірілерге ғана емес, өлілерге де жақсылық жасап жүр. Аянның себебімен талай басқар айтылмай жатқан әулиелер ел түнейтін зиярат орнына айналды. Тасекең жасында белім буып балтырын түрініп шаршыға түскен. Ат сейіс атарып түрікпеннің төрінде жүріп, Қарақасқаттың алдына қара түсірмей, неше жыл бойы қазақтың мәртебесін көтеріп арқасын дуылдатқан, жыр айтқан, күй тартқан, көне сөз үлгілерін ескі жыршылардан жазып алып жинаған. Соның арқасында бізге меймәлім болып келген Маңғыстаудың бірнеше ән-жыр мақамдары қолымызға тиді. Олардың ішінде Есенуалидің сазы, Бәйбіше Дүйсенбайдың сазы, Мая Тосаттың әні, Көшкі Қылышбайдың, Қосқұлақ, Әбдіқалықтың тағы басқаларының жыр күйлері аталатын тың нұсқалар бар. Көпке мәлім, Совет үкіметі кезінде ауыз әдебиеті үлгілері недәуір жиналды. Көптеген фольклорлық экспедициялардың жүйелі жұмыстарының, оның ішінде Қабиболла Сыдиқұлы сынды ағаларымыздың мігірсіз еңбектерінің нәтижесінде небір елеулі есімдер мен сандаған мұралар, ұрпақ, ұлт, ғылым игілігіне айналды. Десек те сол мұралардың асыл өзегі дінге қатысты шақтар, шумақтар, Құран аяттары мен пайғамбар хадистері ырықсы түсіп қалып отырды. Мен биылғы шілденің 1-ші жұлдызында Қабиболла ағамызға өлшеусіз көп мұра жаздыртқан қазақ руханиятының алтын қоймасы, әруақты ұста, Құран қари, даңғайыр шежіреші Қайшыбай Боқанұлы марқұмның Атырау облысына қарасты Майкөңгендегі шаңырағында болдым. Сонда шежірешінің баласы Мағрипатолла ағамыз мына жайды айтты. 1964 жылы Қабиболла Сыдиқов Алматыдан Ғылман Шөрековтің Исатай Махамбет атты кітабын шығарып, біреуін әкеме жіберіпті. Әкем, несі бар, несі жоқ екен деп маған кітапты ұстатып қойып жырлады дейсің. Басында кітапта жоқ, біраз діни сөздер айтты. Жырлар яки, уәзінге түсірілген. Недәуір уақыттан соң кітаптан оқып, әкеме қосылып отырдым. Әр жерінде көп нүктелер кездессе, мен тұралағандай тоқтап қалам. Әкем кітапқа енбеген жыр өлшеміне түсірілген Құран аяттары мен хадис, бәлкім хикаяларды жосылта береді. Кітапты түгел жырлап қойғасын, бәй, ең асыл өзектерін сылып алып тастаған екен деп өкініп отыр. Құдайға шүкір, ол кездегі талай олқылықтың орнын арамыздан күні келші ғана кеткен иманы саламат болғыр Жетібай жылқышыл ағамыз толтырды. Алайда уақыттың желі тарихтың қолы дал-дұл айырып жыртып тастаған мұралардың небір ғажайып үлгілері ана тоғанақ мына теңінен әлі де табылып жатыр. Бұл жерде айтпағымыз Тасқарақ Сақалдың 50-ші жылдары әйгілі жырау Бәйбіше Жеменей Оразымбетов Дүйсенбайдан, Қосқұлақ Дәулетбайұлы Мұқан Сұпыдан, Құдайберген жарым Биматжанның немересі Мұрнұлы Бектегеннен, кешші жары Өтеғұлы Нәсухан Биматжанның атқосшылығы алым. Сынды сұңғыла сөз сардарларынан жазып алған көне сөз үлгілерінің ішінен бұрын айналыста жоқ көптеген асыл үзіктер қалпына келді. Олардың ішінде Аралбай, Оңғарбекұлы, Ақтан Керейұлы сынды тағы басқа да даңқты жыраулардың асыл мұралары бар. Қанша құдайсыз қоғамда тәрбиеленсек те, еш жиып ересидаға енгелі Алладан соңғы сүйенеріміз Пірбекеттің.
Қашқанда бекет, қуғанда бекет деген сөзге кәміл сенуші. Әйелдер жағы атын атамай сұхбат алып сыйынарды. Әбіш Кекілбайұлының пір атамыз жөнінде жазған сондай жаппай иманнан безген кісәпір заманның өзінде де Атырау мен Арал, Орал мен Капеттак арасын алып жатқан ұлан байтақ өлкенің байырғы тұрғындары қасиетті Бекет атаға бағышты бір ауыз қиянат сөз айтылмаған, зәредей де қиянат қылық жасай алмаған деген сөзі қоспасы шындықтың. Біз әрине ол кезде Советтік империяның күйреп, қазақтың да тәуелсіз ел болатын, мемлекет болатынын, сол уақытта жан-жақтан анталап жат діндердің қасиетті топырағымызға лап қоярын, олардың ішінде ислам атын жамылып неше түрлі зымиян ағымдардың келетінін, солардың ұлы уағызын уыз деп жұтқан ерінен емшек тары кетпеген тышқандай мәрғұн сақал баланың Бекетте өзімізде адам өлген соң бітті, ол бізге шапағат ете алмайды деп жөн үйрететінін тыныш тырнақшаның ішінде. Немесе қазақ ұлты төбесіне көтеріп жүрген әнші балапанның аяқ астынан кәрлі құзғынға айналып, таухидтың яки тазы исламның қазақ топырағына тамыр жаюына Қожа Ахмет Яссауи мен адайлардың крутой шалып бөгет жасап тұр. Олардың мазарларын бульдозермен сүріп тастамай, ісіміз ілгері жылжымайды деп жын шашатынын, талайлардың сопылық тарихаттың жөнесі екен деп шапандарын сүйреткен сарттардың соңына еріп кетерін білген жоқпыз. Біз расында көп нәрсені білдік, бірақ сәл кейінірек. Мұның бәрі, яғни күні кеше ғана құсылсыз қадам баспаған, дәретсіз кәлем ашпаған ұлы жұртта тарихтың әр кезеңінде ертелі-кеш топырағымызға сай себеппен келген талай саяхатшы тыңшылар мәдениеті мен кісіліктеріне таң қалып жазған қазақ атты бекзада ұлтты құртудың қапысыз жасалған жоспарының зәрлі нәтижесін. Мысалы, Семенов Тяншанский қазаққа ғылым білім іздеудің еш қажеті жоқ, барлық ғылым тұрмыс салттары мен ән жырларында тұр деп жазады. Британ барлау басқармасының тыңшысы Армени Вамберидің құңғарлық жойды. Қазақтың кез келген отбасында отырған әйелдер Қожа Ахмет Яссауидің хикметін айта жөнеледі деп таңдай қата болғандарына 1,5 ғасыр ғана уақыт өтті. Біз сан мысалдың кейбіреуін ғана сөз орайында дәйек ұсынып отырмыз. 20 ғасырдың қанды, 21 ғасырдың әңгі де бәңгі эксперименттерінен ұлтымызды аман алып келе жатқан сөз жоқ. Жоғарыда айтылған сүйексіңді қасиет пен кие. Ал олардың иелерін ел болып құрметтеп ұлт болып тасағанымыз абзал. Міне 20 жылға тақат Тасқарақ сақалмен араласып келем. Осы жылдар ішінде зайыр танығаным, Тасектің алыстасаң айбарланып, жақындасаң айдарланып тұратын таутылға. Есіпте, кесіпте сөйлейді. Арға шабатын жерде алдында қан тұрса да қайыртпайды. Осы қасиеттерінің өзім куә болған аузыма ілінген біреуін баяндап бермекпін. Құрмадан үшін емес, ұрпаққа ұлағат үшін. Жалпы мен кеткеннің артынан топырақ шашатын әдетім жоқ. Бұл айтарымды бетіне де айтқанмын. Осыда бірнеше жыл бұрын біздің облысымызда кілем аспани жобаларымен есте қалған біреу әкімдік құрды. Сол жобаларының бірі Бекет атасының басына пирамида салу болды. Әлемдік зымиян күштің символы болып табылатын пирамиданы қасиетті жерге тұрғызу, бұл енді шеннен шығудың. Мынаны естігенде шалқамнан түсе жаздадым. Бұл кесапатқа ешқандай жол беруге болмайтын. Дереу шетпеге Тасқарақ сақалмен ақылдасуға аттандым. Хабарды естіген Тасекең илек қалды телефонын қолына алып, әкімнің орынбасары атанып қарайып отырған жергілікті біреуге кеудеңде жаның болса мені әкіміңмен байланыстыр деп тапсырма берді. Дес бергенде әкім оңай байланысқа шықты. Шырағым деді төтесінен бастаған Тасекең. Біз бір көзіміз ұйқыда, көңіліміз иманда тыныш жатқан ел едік. Бірақ ұйқымызды бұзып, иманымызды қашырғысы келгендерге төзбейтін де жұртпыз. Сонымызбен де тарихтың талай бұралаңында тентектеген атқа тап болып қала береміз. Міне бүгін де сондай ұйқымыздан шошып оянып отырмыз. Сендер Бекет атасы басында пирамида дейтін пәлені саламыз деп дүрлігіп жатқан көрмесіңдер. Ал егер шын дүрлігіс керек болса, осы хабар шыққалы 500 шалдың басын құрап отырмын. Сендер сол залым құрылысты бастайтын күні біз де оғландыға аттанамыз. Сосын Құдайдың салғанын көріп алдық. Я сол пирамиданың табанына бірге көмілеміз, я сендердің мына имансыз әрекеттерін тоқтатамыз. Сөздің қысқасы, нан көтеріп осы елді уақытша басқарып отырған адамсың ғой, айтпады ескертпеді деме. Бізге дұрыс ұйықтап тыныш өлуге мұрсат беріңдер. Қазақ бүгінгі бәдіктер құсап несіге сөз айтпаған, сондай сөзінің бірі мүйізінен айырылғысы келген теке қойшының таяғына қашынады. Қашынбаңдар, басынбаңдар, көкте Құдай, жерде Бекет тұрса ешкімді де басындырмаспыз иншалла. Тағы да сол қазақ жөніне келіп жөніне кеткен мейманнан айналмайсың ба деген. Жөндеріңе келіп жөндеріңе кетіңдер шырақтарым. Түзу ниетпен келген жанды ел ешқашан өзекке теппейді.
елді ермек қылам деп ойнамаңдар елмен. Оның ішінде бекет өзімен ойнатып қоятын адам емес. Құдай ұрған оңалар, әулие ұрған оңалмас деген бар. Ойнағанның талайының ойыны осылып барған. Ал қарағым, осы менің елімнің атынан ескертуім, бұл және менің соңғы сөзім. Мынадай ауыр күнде естіген әкім сәл тосылып бар Мәймөнкінің жирен жорғасымен тайпада жөнелген. Сөйтіп қасиетті қара шалдың арқасында мына отырған арқамызға аяздай батқан мәселе оңынан шешіліп еді. Бұл күніміздің тағдыры талқыға түсіп тұрған кезеңде Тасқарағамыз елбасының яссауи жолы жайлы айтқан пікірлерін алға тарта отырып, осынау ұлы ғылым туралы заң қабылдау керек деп бақ бетінде бастама көтерген. Егер қоғам мүйіз тұмсықтанып, адам мүйіз құлақтанып кетпей, бұл ұсынысты қабыл алғанда, ол елге ең пайдалы заңдардың бірі болар еді. Ол заң салтанат құра қалған күнде жатағындардың жетегінде кетіп, жат жерлерде тырнақшаның ішінде шахид болып арам өліп жатқан, қоғамның үрейін ұшырып отырған, өз ішімізден шыққан бүгінгі жыртқыштар, жынды сүрегіштердің жолы мүлдем кесілер еді. Енді елді жайлап алған маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік тағы басқа атын адам білмес азғындықтар жойылар еді. Бірақ миллиардтаған ақша төлеп шашып орнына келтіре алмай жатқан келеңсіздіктерді тегін-ақ қалпына келтіруге боларын ділгешелдер мен немешелдерге ұқтыру бүгінгі таңда әлі әзір мүмкін емес. Нар жығылып, тіл бүгіліп жатқан заман бұл. Азамат отырған күрсісімен биіктемейді, керісінше күрсі азаматпен биіктейді. Азаматтың азды-көпті жасаған қызметі халықтың көз алдында, ниеті хақтың назарында. Тасекең арғымаққа міндім деп артқы топтан адасқан кісі емес. Арғымақ демекші Тасқараның жамбасы трактордың орындауынан басқа жұмсақ жерге тиіп көрген жоқ. Әйтсе де асыл қасиет, адал ниет, таза қызметінің арқасында ел жұртының алақанында келе жатыр. Мейірімді Алла әрбірімізге сондай алтын тақ бұйыртпайды. Ал Тасеке, Қаратаудың қаратасынан қашалған қасиетті шалдардың соңысыз. Құдайдың берген жасын абыроймен жасай беріңіз. 90-ға бір түйіссеңіз, иншалла, ақылбегіңіз де 40-тан өтіп, Қоңырауыл ақсақалға барып қалмас деймісің. Өзінің халқына керектігін сезініп сүрген өмірден асыл не бар? Дүние тұрғанша тұрыңыз.